Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде өте дәмді, әрі тез, шаймен ішкенге тәп-тәтті оладьиді өзімнің рецептімен сіздермен бөлісетін боламын. Яғни барлық құпиясын айтатын боламын. Бір жасағаннан осындай көтеріліп, өте қатты майлы емес болып піскенін қаласаңыз, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Керекті заттардың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқамызды, содан соң қант, тұз барлығын араластырып, ерігенге дейін араластырып аламыз. Қантымыз еріп болғаннан кейін айранымызды құйып, айранымызды да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен айран бір-бірімен алмасуы керек. 3-4-ке бөле отырып, ұнымызды да қопсытып араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізгеніміз абзал, сонда жақсы көтерілетін болады оладьи. Ұн түйіршіктері болмас үшін жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиенттер үй температурасында болған жақсы, өйткені көтерілуі де күшті көтерілетін болады. Осындай қою болу керек, жақсылап, ешқандай ұнның түйіршіктері болмас үшін жақсылап араластыратын боламыз. Егер сізде сұйық болып қалып жатса, онда ұнды қосып, қоюлатып, қою болғанға дейін ұнды қоссаңыз болады. Мінекей видеодағыдай айраннан сәл қоюырақ болады. Шай қасықтың басымен сода қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Кішкене 5 минут 10 минутқа қойып қойсаңыз болады. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, кішкене қыздырып аламыз. Мінекей майымыз қызды. Оладьиді құятын кезде үлкен ас қасықты пайдаланамын, өйткені ас қасықтың формасы өте кішкентай, жаңағы құйып жатқан кезде осылайынан тек ортасына ғана құямын. Ортасынан құятын болса, жақсы көтеріліп, формасы доп-домалақ, кішірек болып, әдемі болып шығатын болады. Барлық оладьиімізді осылайынан ортасына ғана құятын боламыз. Сонда өзі екі жақ шетіне жайылып, өзі форма алып шығады. Бетін жауып 1-2 минут бұқтырып, асты қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып, екінші бетінде пісіріп алатын боламыз. Келесі бетін пісірген кезде бетін жаппаймыз, тек бір жақ бетін пісіретін кезде ғана бетін жауып пісіріп аламыз. Барлық оладьиларымызды солайынан пісіріп аламыз. Егерде оладьиларыңыз қатты майлы болып кетіп жатса, онда тарелканың астына салфетка төсеп қойсаңыздар болады. Салфетка барлық майды өзінің бойына сіңіріп алатын болады. Осы рецептпен пісіріп көріңіз, сізге ұнайды деген үміттемін. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғаныңыздарға көп рахмет. Егер сізге видео ұнаған болса, пікір қалдырыңыз, лайк басыңыз, және де менің каналыма подписаться етіліп, барлық видеоларымды бірінші болып көріп отырыңыздар.